Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сметанник пирогының жидек қосылған рецептісімен бөліскім келіп тұр. Пирог өте тәтті болып шығады және жасалу жолы өте оңай. Керекті тағамдардың құрамын видеоның астына жазып қоямын. Алдымен табамызға 3 жұмыртқамызды жарамыз. Жұмыртқаның үстіне секерімізді салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Араластырып алған соң бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап біркелкі болғанға шейін араластырып аламыз. Массамыз біркелкі болған соң, үстіне ұнымызды саламыз, 1 шай қасық разрыхлитель салып, алдымен силиконды лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Содан соң қолдың көмегімен қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ, қолға жабыспайтын болу қажет. Қамырымызды илеп болған соң, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына керекті ингредиенттердің бәрін видеоның астына жазып қоямын. Табаға 3 жұмыртқамызды жарамыз. Оған үстіне секер қосып, араластырып аламыз. Жұмыртқа мен секеріміз біркелкі болған соң, үстіне қаймақ пен ұнымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Осымен салмасы дайын. 30 минут өткен соң қамырды жұқалап жайып аламыз. Өзіңіздің формаңызға сай қылып жайып аласыз. Тестімізді жайып алған соң, осындай формаға саламыз. Менде форманың диаметрі 24. Осылай жан-жағын қолдың көмегімен жабыстырып, келістіріп аламыз. Міндетті түрде осындай шеттерін жасау қажет. Өйткені қазір салмасын құйғанда ағып кетуі мүмкін. Одан соң артық жерлерін пышақтың көмегімен алып тастап, жан-жағын түзетіп шығамыз. Формасын өзіңіздің қалауыңызша істей беруге болады. Қамырды форманың ішіне орналастырып болған соң, үстіне мұздатылған жидектерді саламыз. Мен мұздатылған шиені салдым. Сіздер өзіңіздің қалауыңыз бойынша неше түрлі жидектерді сала беруіңізге болады. Мұздатылған болмаса, кәдімгі жидектерді де сала беруге болады. Үстіне осылай бана дайындап қойған салмамызды құямыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 35 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Пирогты суытып, содан соң формасынан шығарамыз. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуге ұмытып кетпеңіздер. Келесі видеоларда көріскенше ас болсын.